Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының тарихы 1948 жылы Қазақ ССР-ның Министрлер кеңесінің қаулысымен Ақтөбе облысы мұғалімдерінің білімін жетілдіру институты болып құрылған күннен басталды. Институт облыстық халықтық білім беру бөлімінің құрылымына кірді және небәрі 7 кабинетте 14 қызметкер жұмыс істеді. Институттың бірінші директоры болып Рахматуллин Қасым Халиулович қызмет жасады. Кейіннен ол Қазақ мемлекеттік университетінің оқытушысы, ғалым, философия ғылымдарының кандидаты атағына ие болды. Облыстағы әдістемелік қызметтің дамуына атсалысқандар қатарында Чуракова, Стальская, Азарова, Бандровская, Ким, Конабаев, Агадилов, Алгиев, Балябина, Жампейісова және Абдулаевтарды атауға болады. Институтты 20 жыл бойы басқарған Чуракова Мария Абдуловнаның кезінде институт қызметі іріленді. Әртүрлі даму кезеңдерінде алдында тұрған міндеттер өзгергенімен, педагогтар оқу материалдармен қамтамасыз етіліп отырды. 1977 жылы Алгеев Әділхан Қалиұлы Ақтөбе қаласы нөмірі 17 орта мектебінің директоры болған кезде институтта оңтайландыру жұмысы жүргізілді. Кейін ол білім жетілдіру институтының директоры болып қызмет жасады. Осы кезеңде оқу тәрбие процесіне жаңа педагогикалық идеяларды енгізу бойынша Ламанова, Деркачев, Турмашева, Халетова және тағы басқалар қызмет жасады. 1988 жылы қыркүйек айында жарқын толға туа біткен көшбасшы Балябина Мария Харлампьевна институт директоры болып тағайындалды. Дәл осы уақытта Ленинград қалалық мұғалімдердің білімін жетілдіру институты мен Мәскеу қалалық білім бөлімі мен Қазақстанның, сондай-ақ басқа да республикалардың білім жетілдіру институттарымен шығармашылық байланыстар орнатылды. 1992 жылы тарих ғылымдарының докторы Нұртаза Агишанович Абдулаев институт директоры қызметіне тағайындалды. Осы кезде Жампейісова Мәскеуде кандидаттық диссертациясын қорғап, оқу процесінде модульдік технологияны пайдалану мәселесімен жұмыс істей бастады. Облыс әкімінің 1999 жылғы 17 қыркүйекте шығарған 160 шешімі негізінде қайта даярлау және біліктілікті арттыру институты болып қайта құрылды. Институттың жаңа директоры болып медицина ғылымдарының докторы профессор Каримов Туленді Каримович тағайындалды. Бірегей шығармашылық тұлға Исмурзина Найман Адаевнаның басшылығымен дарын орталығы ашылды. 2001 жылы алғаш рет қазақ тілі мен әдебиеті кабинетінің меңгерушісі Өмірбаева кандидаттық диссертациясын қорғады. 2003 жылдың наурызы мен 2016 жылдың қыркүйегіне дейін физика-математика ғылымдарының кандидаты доцент Шолпан Ивановна Кубенова институт директоры болып қызмет жасады. Институттағы ғылыми педагогикалық және зерттеушілік жағдайларға айрықша маңыз бере отырып, институт қызметкерлерінің ғылыми ізденісіне қолдау жасалды. Педагогикалық кадрлардың біліктілігін жетілдіру аясында 2010 жылға дейін педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету мақсатты бағдарламасы енгізіліп, жүзеге асырылуда. Бағдарлама 5 бөлімнен тұрады. Педагогикалық кадрлар ауылға, педагог кадрларды дайындаудағы жоғары оқу орындарымен жұмыс жүйесі. Білікті педагогикалық кадрлар сапалы білім кепілі. Педагогтың шығармашылық шеберлігін ынталандыру және қолдау. Институттың ғылыми оқытушылық құрамы инновациялық режимде жұмыс жасады. Осы кезде құрылған андрогогика кафедрасы, 3 ғылыми зерттеу лабораториясы, 17 облыстық авторлық мектептер, шығармашылық шеберханалар, зертханалар, әдістемелік студиялардың жұмыс нәтижесінде институтта оқу әдістемелік өнімдер, авторлық бағдарламалар, әдістемелік ұсынымдар, оқу құралдары шығарылды. Осы орайда кітап авторлары Омарова Раушангүл Сарсеновна мен Тойбазарова Нағима Аймырхан-қызын ерекше атап кету керек. Сонымен қатар Боранбаева Лиман Сандыбаевна, Пережогина Людмила Ивановна, Абетова Рыста Кабаковна, Рахметова Алия Рахметовна, Грушина Лилия Анатольевна, Уралбаева Лиза Шайгазиевна, Кунбаева Лаура Нысановна, Асанғалиев Мақсат Жонысұлы, Фруди Галина Владимировна, Сулейменова Гульсин Жайлхановна, Муканова Рая Хасанғалиевна, Тамбаева Дина Базарбаевна, Желдібаева Берікбала Нұрғазиевна, Римова Мариям Қазмағамбетқызы, Мангалова Ислу Зулхарнаевна, Инсепбаев Бағдат Ермағамбетович, Жамбуршина Камчат Висимовна, Турмашева Асия Кадыровна, Байланова Таттүгіл Жарасхановна, Бектенгалиев Асқар Хайрулаевич сынды ардагер ұстаздар институттың дамуы мен одан әрі өрлеуіне баға жетпес үлес қосты.
Осылайша қоғамның дәстүрі мен құндылықтары, ғылым мен өнердің мұралары ұстаздар арқылы ұрпақтан ұрпаққа жол тартты. Біз олардың өнегелі өмір жолы мен мол тәжірибесінен үйреніп тағылым аламыз. Кәсіби қызметте бағдаршам ретінде үлгі етеміз. Институтта мұғалімдердің біліктілігін жетілдірудің тренингтік моделі енгізілді. Оқытушылар мен әдіскерлердің қызметі белсенді оқу әрекетін тиімді қолдануды ұйымдастыруға бағытталды. Педагогикалық ұжымдардың сұранысы негізінде мақсатты түрде авторлық, проблемалық курстар ұйымдастырылды. Институтта педагогтардың, оқытушылардың ғылыми зерттеу мәдениеті қалыптасты. Осы кезде ғылыми практикалық форумдар, конференциялар, педагогикалық марафондар, кафедра күндері, ақпарат күндері дәстүрлі түрде өткізіле бастады. Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамыту бағдарламасына сәйкес институт 2012 жылы өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы болып қайта құрылды. Институт басшысы педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Ахметова Гүлназ Кенжетаевна білім беруді дамыту бағдарламасы негізінде бастау алған игі жұмыстарды жүргізіп келеді. 2016 жылдың қыркүйек айынан бастап өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры қызметіне филология ғылымдарының кандидаты Абишева Нұргүл Молдабаевна тағайындалды. Институт орта білім беру мазмұнын жаңартудағы басымдылықтарды анықтау, іс жүзінде қазіргі заманға әдістемелер мен технологияларды тиімді пайдалану, Блум таксономиясы негізінде оқушылардың оқу қызметінің критериалды бағалау әдістері, сондай-ақ белсенді оқыту стратегиялары бағытында жұмыс жасауда. Қазақстан Республикасында мұғалімдердің біліктілігін арттыру бойынша деңгейлі курстар бастау алды. С 2012 года в нашем институте внедрена уровневая программа повышения квалификации учителей. 2012 жылдан бастап біздің институтымызда Назарбаев атындағы интеллектуалды мектеп оқытушылары мен Кембридж университетінің ұстаздары байланысы бірігіп құрған ұстаздар білімінің деңгейін көтеру мәселесі бойынша курс ашылды. Бағдарлама деңгейі жастардың өз елінің мәдениетін құрметтеуінде, дағдарысқа деген қатынастары, өмірде сәттілікке қол жеткізген ұрпақты тәрбиелеу мақсатында болатын. Нақты бағдарламаны дамытудағы негізгі рөлде мектептегі ұстаздардың алатын орны ерекше. Бүгінгі күні институтта білім беру мазмұнын жаңарту аясында семинарлар, республикалық, халықаралық конференциялар өткізілуде. Үш тілді білім беру, ізденіс, проблемалар және даму болашағы тақырыбымен онлайн режимінде халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізілді. Конференцияның мақсаты білім беру саласында үш тілділікті басым бағыт ретінде ұстанудың қазіргі жайы мен болашағын талқылау. Конференция жұмысына шекаралық аймақтық серіктестікті нығайту мақсатында Ресей мемлекетінің Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті мен Конфуций институтының ғалымдары қатысты. Қазіргі таңдағы ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматы туралы, оқушылардың сапалы дайындығын қамтамасыз етуге қатысты мәселелер республикалық конференцияда талқыланды. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім департаменті білімнің мазмұны және әдістемесі басқармасының басшысы Жакенов Талғат Жұмабекұлы және Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының орта білім институтының директоры Рахымжанов Қайыржан Алдашұлымен кездесу барысында ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматы бойынша өзекті мәселелер, талаптары, бағыттары түсіндірілді. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрі Ерлан Кенжеғалиұлы Сағадиев бастаған делегация Ақтөбе облысының педагогикалық қауымымен кездесу өткізді. Ерлан Кенжеғалиұлы курс тыңдаушылармен өзара пікір алмасу кезінде қазақстандық ұлт капиталының маңыздылығы мен билингвалды білім беру ортасын құруда бүгінгі заманауи әлемде біздің бәсекеге қабілетті түлектер зор жетістігіміз болып табылатынын атап айтты. Біліктілікті арттырудың жаңа моделі аясында педагогикалық қызметті критериалды бағалау, жаңа стратегиялар мен мүмкіндіктер тақырыбында халықаралық конференция өткізілді. Онда критериалды бағалаудың білім сапасына қосар үлесі, шетелдік әріптестердің тәжірибелері талқыланды. Институттың серіктестік аясындағы жұмыстарын кеңейту мақсатында бірқатар облыстық, өңірлік, шетелдік білім беру ұйымдарымен меморандум жасалды. Олар облыстық жастар мен жасөспірімдер ұйымдарының қауымдастығы, спорттық робототехника федерациясы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қаласындағы Сымбат мектебі,
Конфуций институты, Ақтөбе облыстық білім басқармасы, Назарбаев зияткерлік мектебі, педагогикалық шеберлік орталығы, кәсіпкерлер палатасы, Ақтөбе политехникалық колледжі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлер істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті, Беларусь Республикалық жоғары мектеп институты, Челябинск біліктілікті арттыру және қайта даярлау институты, Орынбор мемлекеттік педагогикалық институты, Социус әлеуметтік білім беру орталығы, Орынбор мемлекеттік аграрлық университеті және Скандинавия ұтқыр академиялық институты. Институтта 2005 жылдан бастап республикалық ғылыми әдістемелік әдіскер жарысы журналы шығарылады. 2017 жылдың наурыз айынан бастап жаңа журнал республикалық педагогикалық ақпараттық педагогикалық даму журналы жарық көре бастады. Бұл журналдарда білім беру саласындағы өзекті мәселелер туралы материалдар, педагогтердің іс тәжірибелері, зерттеу жұмыстары жарияланып отырады. Сонымен қатар аталған мерзімдік басылымдардың конференция жинақтарының материалдары, жаңалықтар мен ақпараттар Ақтөбе өрлеу сайтында және әлеуметтік желілер Instagram, Facebook, Twitter парақшаларында, YouTube каналында, өрлеу Ақтөбе мобильдік қосымшасында орналастырылады. Облыс педагогтерін бірлесе жұмыс жасау үшін серіктестікке шақырамыз. Біз қазіргі күні институтта жұмыс жасап жатқан ғылыми қызметкерлер Қағазбаева Аспет Кеңесбековна, Оспаева Райхан Булешевна, Муканова Ғайнижама Оспановна, Тоқсанбаев Асан Мырзабекович, Кибатаева Нұрсұлу Казангаповна, Абдулкалимов Амангелді Вахитович, Ағниязова Алия Сәкеновна, Каплиева Айгүл Кадырбаевна, Тоқпасова Айжан Серікбаевна, Халетова Дина Кашкымбаевна, Давлеткалиева Елизавета Султановна, Дүйсенбаев Абай Кабакбаевич, Бухарбаев Болат Хайролаевич, Ермекова Нұргүл Нұрдәулетқызы сынды тәжірибелі педагогтарды үлгі етеміз. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы 2017 жылы 5 жылдық мерейтойын атап өткелі отыр. 5 жылдық мерейтой қарсаңында Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында алғашқы педагогикалық мұражайының ашылу салтанаты өтті. Мұражайдың ашылу құрметі Ақтөбе облыстық педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру институтының бұрынғы басшылары Балявина Мария Харлампьевна мен тарих ғылымдарының кандидаты профессор Абдулаев Нұртаза Акишановичке берілді. Алғашқы педагогикалық мұражайдың ашылу мерекесіне еңбек ардагерлері, Ақтөбе облысының ішкі істер департаментінің өкілі, институттың бұрынғы басшылары, облыстық білім басқармасының, кәсіподақ ұйымының өкілдері, облыстық ардагерлер қауымдастығының өкілдері, тілдер департаментінің директоры, институт қызметкерлері мен тыңдаушылары қатысты. Қонақтардың назарына мұражайдағы біліктілікті арттыру институт қызметінің тарихы, институт тарихының беттерінен, оқыту мен тәрбиенің кірігуі, педагогикалық тәжірибелер панорамасы, ғылыми зерттеулер тарихы, институт мақтанышы, өрлеу, самғау тарихы секілді экспозиция бағыттары ұсынылды. Институт директоры Әбішева Нұргүл Молдабаевна педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының қалыптасу тарихына қосқан зор үлесі үшін ардагерлерге алғыс айтты. Еңбек ардагерлері де өз кезегінде ризашылықтарын білдіріп, институт өмірінің әр жылдарынан қызықты сәттерді естеріне түсірді. Тарихтан сыр шертетін Өрлеу педагогикалық мұражайы тарихи сабақтар өтетін, курс тыңдаушыларына саяхат жүргізетін алғашқы орын болмақ. Алдағы уақытта мұражай жоғарыда аталған бағыттар бойынша естеліктермен толықтырылып, одан әрі жұмысын жалғастырады. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты бүгінгі таңда жаңартылған білім беру мазмұны бойынша ауқымды жұмыстар жасауда.